Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай пирожки жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және қоңыраушаны басып қойыңыз, менің видеомды ең алғашқы көретін боласыз. Бізге ең алдымен су керек болады. Жылы су, ашытқы, шекер және тұз. Осыларды саламыз және пісте май, кәдімгі шемішке майымызды құйып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырып аламыз, немесе вилкамен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін үстіне ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып қалмасын, өте жұмсақ қылып. Егер ұнымыз сәл көптеу, суымыз аздау болып жатса, ештеңе етпейді, қорықпай кішкене судан тамызып, қайтадан илеп жіберсеңіздер болады. Жұмсақ қамыр илейміз. Өте тап-таза ғып илеңіздер ыдыстарыңызды. Мінекей осылай жұмсақ қамыр илейміз және бұның бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Енді салмасына келейік. Менде піскен өкпені пісіріп, осылай ет тартқыштан өткізіп алдымын. Және 2 пиязды майға қуырып алдым, 2 бас пиязды. Бұған шикілей пиязды қосуға болмайды, себебі ащы болып кетеді. 1-2 рет көргенмін, сондықтан сіздерге кеңес беремін. Кәдімгі пиязды майға қуырып, ащылығын өлтіріп алып барып қосыңыздар. Ішіне картошка қоссаңыздар да болады, менде осындай болып тұр. Енді өкпемізге тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай қалаған дәмдеуіштерімізді салып, үйдегі бар дәмдеуіштерменен осылай салмасын дайындап аламыз. Біздің қамырымыз ашыды. Осылай бөліктерге бөліп, бірнеше бөлікке бөліп, менде 22 штук шықты осы рецепт бойынша. Жасасаңыздар. Майды қолымызды майлап алып, осылай күлшелер жасап шығамыз. Және 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Қамыр өзін тастау керек. Сол кезде біздің қамырымыз күшті жайылатын болады. Неке барлығын осылай күлшелеп алып, бетін жауып 5 минутқа қалдырып қойдық. Ендігі кезекте бір күлшеден алып, оқтауменен қалыңда емес, жұқада емес, әдемілеп тұрып жаятын боламыз. Неке осылай қамырымызды жайып алып, ортасына салмасын салып, өзіңіз қалаған тию әдісін пайдалансаңыз болады. Мен осылай 2 басын қатты қысып, кері төңкеріп, формаға келтірдім осылай. Сіздер енді қалаған тию әдісін пайдалансаңыздар болады. Және оқтаусызда жаюға болады. Өте жұмсақ, жайылуға икемді қамыр шығады. Барлығын осылай дайындап алдым. Ендігі кезекте майымызды қыздырып, қатты қыздырып аламыз да оттың астын баяулатамыз. Себебі қатты отта қуырмаңыздар, іші піспей қалуы мүмкін. Баяу отта жақсылап тұрып 2 бетін қызартып тұрып қуырып алыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта керемет тәттілер мен торттардың видео рецептілері шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер міндетті түрде.